Армысыздар қадірлі ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бүгінгі ерекше кеш бастауышпен қоштасу кешіне қош келдіңіздер. 4 жыл бойы білім нәрімен сусындаған бүлдіршіндеріміз енді орта буынға қадам басқалы тұр. Ендеше мерекеміздің басты кейіпкерлерін ортаға шақырайық. Республикалық алтын сақа математикалық олимпиадасының қалалық кезеңінің үшінші дәрежелі дипломмен марапатталған әрі боксшы Өмірәлі Айбар. Бір кітап, бір тағдыр жобасының қатысушысы кітапқұмар бала Маратбек Елнұр. Жан-жақты дарын боксшы, футболист Әулетұлы Алдияр. Ең үздік оқушы, үздік оқырман, мектепшілік ғылыми жобада 2-ші орын иеленген Гүлбай Айдана. Республикалық алтын сақа математикалық олимпиадасының қалалық кезеңінен 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталған Марат Тәңіре. Көмек қолын созатын дос, үлгілі толқын иесі Ахмет Нариман. Бокстан жасөспірімдер арасында өткізілген Али спорт клубының облыстық ашық біріншілігіне қатысып, 30 кг салмақ дәрежесінде 1-ші орын иеленген Асырхан Тамерлан. Ол ұялы ұшқыр, бояулармен сыйласқан, қолынан қылқалан не қарандаш алса, ақпаратқа жан бітіргендей болады. Өте талантты суретші Сулеймен Әмір. Теннистен 2016-2017 жылғы жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында өткен жарыста 1-ші орын иеленген ағылшын тілін еркін меңгерген математик Уалихан Айша. Жас Таразкап турнирінде үздік қақпашы атанған Мұрат Аман. Ғұмырдария халықаралық балалар конкурсында вокал жанры бойынша 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталған Тұрғынбек Еркежан. Жыл басы Наурыз мерекесі атты жас суретшілердің қалалық байқауына қатысып, 3-ші орын иеленген Қылышбай Нұрасыл. Бокстан жасөспірімдер арасында өткізілген Али спорт клубының облыстық ашық біріншілігіне қатысып, 28 кг салмақ дәрежесінде 1-ші орын иеленген Тотыш Асылхан. Бір кітап, бір тағдыр жобасының қатысушысы кітапқұмар бала Айтжан Диаз. Мейірімді жүрек, кітапқұмар, ең белсенді оқушы Мұқан Алуан. Әдебиет білгірі, тіл шебері Бақыт Аңсар. Самға спорт орталығының ұйымдастыруымен Абай Құнанбаев атындағы 180 жылдығына орай жасөспірімдер арасында бокстан ашық турниріне 28 кг салмақ дәрежесінде 2-ші орын иеленген боксшы Қожабек Марат. Сахна саңлағы, би шебері, ең белсенді оқушы Серік Імжу. Заңға құрмет тәртіп кепілі қалалық үздік эссе байқауында бастауыш буын бойынша 3-4 сынып арасында 2-ші орын иеленген Қанат Алинұр. Бокстан жасөспірімдер арасында өткізілген Али спорт клубының облыстық ашық біріншілігіне қатысып, үздік боксшы атағын иеленген Қалмаханбет Еркебұлан. Бір кітап, бір тағдыр жобасының қатысушысы кітапқұмар қыз Сайдықұл Раяна. Ойы ұшқыр, тапқыр, оқушы Қайрат Ибарыз. Құрметті қонақтар, ендігі құттықтау сөз кезегін директордың орынбасары Сидекова Несібелі Жұмағалиевнаға береміз. Мұғалімдер, оқушылар, міне бүгін біздің мектебімізде бір ерекше күн. Мынау бүлдіршіндеріміз бастауыш сыныпты аяқтап, мынау үлкен өмір жолына, мынау орта буынға қадам басқалы тұр. Біз не дейміз? 4 жыл бойы бұл оқушылар әріпті танып, есепті шығарып, билеп үйреніпті, мынау спортқа қатысып, өздерінің барлық өнерлерін, білімдерін шыңдап, міне орта буынға көшкелі отыр. Бұларға сәт сапар тілейміз, жолдары ақ болсын. Мынау 4 жыл білім берген ұстазына мың алғыс. Балаға білім үйреткен өте қиын. Мынау инемен құдық қазғандай дейді ғой, міне ұстаздардың осы жолда еңбегі өте ерен.
ұстаздарға, мынау ата-аналардың ұжымның атынан мың алғысымызды айтамыз. Жұмыстарыңызға табыстар, сәттілік тілейміз. Міне осындай керемет шәкірттерді жыл сайын тәрбиелеп шығара беріңіздер. Біздердің де мынау шәкірттеріміз енді 5-ші сыныптан олимпиада, түрлі байқаулар, түрлі шығармашылық байқаулар басталады. Міне соларға да сіздер әсіресе мынау ата-аналар атсалысып қатыстырыңыздар. Осы балаларымыз біздің республикамыздың, облысымыздың атын шығаратындай керемет, болашағымызға қызмет ететіндей азамат болып өссін. Сәт сапар сіздерге. Ал ендеше бастаушым бал бұлағым атты кешімізді бастауға дайынбыз ба? Дайынбыз! Кіргендім, әріппан бірдендім, ұстаз құлақ түргенде таптым ау сені. Әнде сені бастасам, басқа доспен ұстасам, қимылды қоштасам, бастауышым. Сен дарамсың, сен ғана дарамсың. Бастады топталасты, бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше кие білсең, бақыттысың емес пе? Жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көре жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бақыт деген жүйрік манап тойталау, ісің болмай күйінменен қарын қойса қақ ол. Бақыт деген адал жанмен перден қой, ынтымаққа ырыс келген ол да саған ермек қой. Көрлердің таласында осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес ондай соңықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жарымдар да, мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда, үміт іздей іздейді олар тыңдап сол бір жақыпты, оны алыстан іздемеген жүректен тапақты. Бақыт деген не өзі?
Әке, рахмет. Орындайтын 4-ші А сыныбының жігіттері. Есімде әліппені жататқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, көзімді сен ашпасан етер едім, өмірде сыбағасыз өтер едім, ғажайып дүниенің сырын жайып, қияға қызықтырып жетер едім. Өзімнен өмірге аз қала бердім, ұшырып мен алысқа қала бердім. Бойымда отын кетті ұшқын отқан, келеді жана бергім, ұстазым менің ұстазым. Ötseyen kızıl
Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді, біліп қойып өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең бірінші өзің сонда жақсы бол. Мейірім мен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға, мың арманнан атты бітір керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Алдарынан шықса дағы қандайсың, қыран болсаң сыннан биік самғайсың, кешіре сал, біреу сені ренжісе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліндегі уын шаша сонда да. Мына сені өзектейді отырып, қолдарынан түк келмейді жаңғана. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар тірлігіңді жақсы дер, сені жақсы көрсін дейсің. Барлығы ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Күндер өтеді, жыл бар күн айда.
киімді денелі ақсақалдар, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі сұлық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаңыз келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңды алды. Бұрадай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ағылда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шешеден мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Жазғы түрі Абай Құнанбай. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анада елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайрандасып жас күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастарды мойна босап, күлім сыбырласып сырласып, мауқын басып. Түйе бозақ қоқыда ақ қорада шу, көбелекпен құспенен сайда дуду. Гүлмен ағаш майысып, қарағанда сыбдыр қағып бұрандап ағады шу. Көл жағалай мамырлап, қу мен қаз, жұмыртқа іздеп жүгіріп, балалар мәз. Ұшқыраппен зырлатып тастағанда, жақ-жұрт етіп ілінер көк дауылпаз. Қыз бұрындап жабысып, қуады наз, құс қатарлап байлаған қанжы қырға. Жазға жақсы киінер қыз келіншек, жер жүзіне өң берер гүл бәйшешек. Қырда торы сайрысар сайда бұлбұл, тастағы үнін қосар байғыз көкек. Көз сұр бұлтсы су қаптайды аспан, көз болып дұңғыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойға ма тоңғалма шын қойнап бие қашқан тай жасқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу мама сапсыйды салып ейін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Инесін ертіп шуда жібіп, жас қатындай жыртылған жамай дүйін. Қас тырна қатарланып қайса бермен, астында ақ шымшы жүр ол бір керуен. Қай ауылда көрсем де бір жабыраңқы күлкі көрінбейді сел-серуен. Кемпір шал құжан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сорпасу тимеген сон, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзе тозған оты жоқ елдің маңы. Тұман болса жел соқса шаң тозаң от жақпаған үйінің сыры қаш, ыстан қорққан қазақтың құрсын заңы. Сен көңді қылғанда, мен өзгені қаламадым да. Өтінемін сен ғана болшы, жүрегімнің қарамағында. Өтсе де қанша жыл мен айларда, қылмамын сен туралы күнді ойлауға. Көңілім күседі кезде есіп қайтамын, сағынғаныңды көздерімді байқадым, тек саған айтарым. Өткізгім келеді сені менен төрт маусымын жылдың, 12 айдың әрбір күнін, 24 сағатымның әр минутын, босқа жібермей тіпті бір секундын. Сені менен төрт маусымын жылдың, 12 айдың әрбір күнін, 24 сағатымның әр минутын, босқа жібермей тіпті бір секундын. Көркейіп азанымен қарашамысың, сен менің кереметім, сен тамашамысың. Желтоқсан таңдарымен уақыт аққанымсың, көп күтіп ұзайғысың, тапқанымсың, тек саған айтарым. Өткізгім келеді сені менен төрт маусымын жылдың, 12 айдың әрбір күнін, 24 сағатын
ол біздің оқушыларымыздың бастауыш сыныппен қоштасуы. Балалардың өте бір тамаша өсіп жетілгенін, мынау орта буынға көшетінін жақсы байқап тұрмыз, балалардың сахнада өздерін ұстауы, ән салуы, оқуда да, білімде де өздерін көрсетіп жатыр. Енді бұл тірлік, бұл жұмыс жай ғана шығып жатқан жоқ. Яғни ата-анамен бірге бірлесіп, сол балаларды өсіріп, киіндіріп, тамақтандырып, аяқтарын жерге тигізбей мектепке алып келіп отырсыздар. Оны ұстаздар ары қарай оқытып, дамытып, жетілдіріп жатыр. Міне осындай бір керемет күнге де жеттік. Келесі жылы ол балаларымыз 5-ші сыныпқа көшіп, ортаңғы буынға келеді. Енді не айтамыз? Балаларымыздың дені сау болсын, балаларымыз бақытты болсын, балаларымыздың әрбір сөзі, балаларымыздың әрбір ісі осы өзіміздің еліміздің, жеріміздің жақсы бір керемет іс-шарасына жұмсалатындай, осы қазақ еліміздің, жеріміздің жақсы бір азаматтары болатындай тәрбиелеп шығайық. Әрине мектептегі мектеп, ұстаз, оқушы, ата-ана, осындай бір тамаша үштік бар. Сол үштік арқылы жүзеге асыратынын біз жақсы білеміз. Міне бұл туралы да көп әңгіме айтып жатырмыз. Сондықтан да бірінші кезекте сіздерге де денсаулық тілеп, балаларымыз оқуды жылын жақсы аяқтап, лагерге қатысып, жазғы каникулын жақсы өткізіп, әсіресе кітап оқуды, мына жасанды интеллектке мойын бұрып, елбасымыздың өзі қазіргі үлкен дамыған мемлекеттің қатарына қосылу үшін бірінші кезектегі осы балаларымыздың несі, білгірлігі, іскерліктері, мына жасанды интеллект арқылы сондай бір тамаша жұмыстарымызды жеңілдетіп, даму үстінде тұруымызды әбден көздеп отыр. Сондықтан да біз де сол мәселені қолға алуымыз керек. Барлықтарыңызға денсаулық, ұзақ ғұмыр, балаларымыз бақытты және өте тәрбиелі Қазақстанның жақсы азаматтары өсе берсін. Рахмет. Арғымақ келеді айғайлап қаттырақ рухани жаңғырған боданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңдырған қоя тұр басқанды шаруа бос қалды ал халқым пайдасын аламан басталды бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдыздай жанып аққым келеді тұлпарға мініп шапқым келеді Argıma targım kaldırıp gelin, arka bunu
оқушылар, сендерді бүгін жаңа сынып жетекшілерімен таныстырғым келеді. Енді біздің сыныбымызды жетекшілік ететін ұстаз өте білімді, өте мейірімді, педагог зерттеуші, талай оқушылары аудандық, қалалық, республикалық мәжілерден орын алған Аманжолова Гүлшана Жолдасбековнаға сөз кезегін береміз. Сіздерме құрметті ата-аналар және оқушылар, бүгінгі міне бүлдіршіндеріңіздің бітіріп отырған бастауыш сынып үлкен мерекелеріңіз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Сахнада түрлі өнерлі, білімді, алғыр оқушыларды көріп, әбден қуанып қалдым. Бұл маған үлкен демеу болады деп ойлаймын. Ал құрметті оқушылар, біз алдағы уақытта үлкен бірге отбасы боламыз. Мен сендердің әрқайсыларыңа сенемін, қолдаймын және бірге жетістіктерге жетеміз. 5-ші сынып ол жаңа кезеңнің бастауы, жаңа пәндер, жаңа мұғалімдер және жаңа мүмкіндіктер. Ал мен сендерден бірге ұйымшылдықты және білім құмарлықпен бір-біріне деген қамқорлықты күтеміз. Барлығын бірге атқарып, бірге жетеміз деген ойдамын. Ал специаль ұстаздар, оқушылар, рахмет барлықтарыңа. Ең бірінші ұстаздарға рахмет, осындай еңбекпенен аяулым айналайын осыларды дайындап, мені қандай жақсы концерттерінде бәрін көрсетіп жатыр. Ұстаздарға рахмет бірінші. Екінші ата-аналарға рахмет, атсалысып осы ұстаздармен бірге тәлім тәрбиені бірге беріп балаларды осылай еңбектеніп жатырсыңдар айналар. Еңбектерің жана берсін. Мына оқушыларымыз, айналайын балаларымыз білімдерін ұстала берсін. Алға тек жақсылық тілеймін. Аман болыңдар, ата-аналарың көз қуанышы болып өсе беріңдер. Тіл көз бәрекелерден Аллам Аллах қылсын. Аман болыңдар. Ұстаздар сіздерге тағы рахмет, айналайын. Аман болыңыздар, барлықтарыңыздар. Бастауышым бауырларым атты кешіміз аяқталды. Келіп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.